Сәлеметсіздер ме? Мен Астана қаласының номер 45-ші орта білім беретін мектебінің 9-шы Б сынып оқушысымын. Мен бүгін Ілияс Есенберлиннің көшпенділер трилогиясын оқып, одан веб-сайт жасадым. Өмірбаяны Ілияс Есенберлиннің өмірбаяны білім жұмыстары мен марапаттары, шығармалары және шығармаларының мұрасы. Сіздерге бүгін біз шығармаларына тоқталып кетсек. Оның көшпенділер трилогиясы бар. Қазақ хандығының 15-17 ғасырларының тарихын қамтитын эпикалық туынды. Алмас қылыш, жанталас және қаһар. Алмас қылыш шығу тарихы 1974 жылы жарық көрді. Бұл трилогия бірінші бөлім болып табылады. Жазушы романды жазуға 1960 жылдардың аяғынан кірісіп 5 жылдай уақыт жазылды. Тарихи кезеңдер 15 ғасырдың екінші жартысы қазақ хандығының құрылу кезеңдері болып табылады. Негізгі кейіпкерлер Керей мен Жәнібек, Асан Қайғы, Қазтуған жыраулар. Романның идеясы қазақ хандығының мемлекеттігін қалыптастыру, халықтың бірлігі мен тәуелсіздігі үшін күрес. Керей мен Жәнібек хандардың Әбілқайыр ханнан мөрден шығып, өздері мемлекет құру жолындағы қиыншылықтар мен жеңістерін көрсетеді. Жанталас романы шығу тарихы 1970 жылы жарияланған. Трилогияның екінші бөлімі. Тарихи кезеңдер 16 ғасырдың бірінші жартысы Қасым ханның билік кезеңі. Негізгі кейіпкерлер Қасым хан, Тайыр, Шығай хан және Қазтуған жыраулар болып табылады. Романның идеясы қазақ хандығының бөлгені болып Қасым ханның қасқа жолы деп аталатын заңдары шығарылуы, мемлекеттің нығаюы және көршілес елдері қарым-қатынасын жақсартуы. Қаһар романы шығу тарихы 1975 жылы жарық көрді. Трилогияның соңғы бөлімі болып табылады. Тарихи кезеңдер 17 ғасырдың екінші жартысы Тәуке ханның билік кезеңі. Негізгі кейіпкерлер Тәуке хан, Төле би, Әйтеке би, Қазыбек би. Романның идеясы қазақ хандығының ең гүлденген кезеңдері. Жеті жарғы заңының қабылдануы үшін 300-дің бірігуі, билердің даналығы және халықтың әділеттікке ұмтылысы. Трилогияның жалпы идеясы 3 роман қазақ халқының мемлекеттілігін қалыптастыру мен даму, халықтың тәуелсіздігі үшін күрес, ұлтқа сана сезім ояту көрсетеді. Әр романның белгілі бір тарихи кезеңдерін қамтып, қазақ халқының рухани мұрасы, салт дәстүрін, батырлары мен билерінің ерлігін бейнелейді. Міне басқа да шығармалары бар. Мен тапсырмаларға көрсетемін. Осындай мен уақыт матрицасын жасадым. Біз енді мынандай тесттер жасадық және біз сәйкестендіруге тоқталып кетсек, 15-ші ғасыр сәйкестендіру жасап көрсетемін. Енді бізде тағы сөз жұбақтар, ойындар, мысалы осындай ойындар бар. Бізге осы көшпенділер трилогиясын оқып сіздерге пікір қалдыруларыңызды сұраймыз. Ілияс Есенберлин қазақ әдебиетінің классигі, көшпенділер трилогиясының авторы трилогиясын оқып сіздерге осындай пікір қалдыруларыңызды сұраймыз. Сіздерге осы көшпенділер трилогиясын Есенберлиннің шығармаларын оқуға кеңес береміз.